Саламатсыздар ма оқушылар? Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Сәуірдің 23-і, сабағымыздың тақырыбы «Тудық біздер көрінбейтін бұғаумен». Бүгін Темірхан Медетбектің «Тәуелсіздік» өлеңінің екінші тақырыбын жалғастырамыз. Сабағымыздың мақсаты эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау. Ал бүгінгі біздің өтіп жатқан тақырыбымыздағы шығарманың жанры қандай? Әрине, поэзиялық шығарма. Енді автор бейнесі дегеніміз не? Соған тоқталайық. Әдеби шығармадағы жазушының өз тұлғасын көру қалпы, әр жанрдағы шығармаларда автор бейнесі әр түрлі дәрежеде, әр қырынан аңғарылады. Эпикалық шығармаларда автор негізінен алғанда оқиғаны баяндаушы болады. Ал драмалық шығармада автор оқиғаның барысынан мүлдем сырт тұрады. Поэзиялық шығармаларда автор негізінен лирикалық тұлға ретінде танылады. Лирикада ақынның ішкі сыры, сезімі, толғанысы, яғни жеке авторлық тәжірибесі басқа жанрларға қарағанда айқын, анық бедерленеді. Өмір шындығын оқырман лирикалық тұлға поэзиясындағы автордың көзімен қарап танып біледі. Лирикалық кейіпкер автордың өлеңмен жазылған тікелей өз көшірмесі емес, жиналақтала келіп, белгілі бір нақты сипатты иеленген көркем бейне болып шығады. Енді тапсырмамызға көшсек. Бірінші тапсырма. Берілген өлең жолдарындағы ақынның асқақ үнінен не байқадыңыз? Автор бейнесін талдаңыз. Жазба жұмысыңызды дескриптор бойынша